Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бауырсақ дайындайтын боламыз. Әр отбасыда әркім әртүрлі дайындайды. Жасап көріңіздер. Осындай үріліп, әдемі болып шығады. Ең алдымен жылы сүтке қантымызды саламыз, араластырамыз. Дрожжды саламыз, жақсылап араластырып, шамалы көтерілгенше 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Апарамыз 5-10 минутта осылай әдемі болып көтеріледі. Ұнымызды аламыз. Сары май, тұзымызды саламыз. Апарамызды құйып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Жақсылап илейміз. Толық біріккенше қамырды илей береміз. Бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз. Бір рет көтерілді, басып, қайтадан бетін жауып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, дайын болды. Осындай пышный болып шығады. Ұнды сеуіп аламыз астына, қамырымызды салып, оқтаумен жайып аламыз. Мен әр бөлікке бөлген жоқпын, себебі қазір дөңгелек формадағы бауырсақтар жасаймыз. Қалыңдығы өте қалың емес, шамалап осылай дөңгелек жасап алдым. Сізде форма болса, формамен кессеңіз болады. Мен осылай стаканмен кесіп алдым. Мынандай екінші бөлігінде қайтадан біріктіріп қойып қоямыз. Екінші рет жайып, тағы да жайып дайындаймыз. Бауырсақтардың бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Уже біздің майымыз қызды, жақсылап пісіріп аламыз. Екі жағын аунатып отырып, пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Мына рецептпен дайындап көріңіздер. Үріліп, дөп-дөңгелек болып осылай шығады. Егер сіздерде шұңғылдау, таба немесе кастрюль болса, соған пісірсеңіз де болады. Барлық жерлері қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Екінші партияны пісіріп жатырмын. Міне осылай екі жағын аунатып пісіреміз. Келесі жолы менің парақшамнан қандай рецепті көргіңіз келеді, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Міне осымен біздің бауырсақтарымыз дайын. Осылай үріліп, әдемі болып піседі. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қымбат, әлі де көптеген рецепттер болады.